барлықтарыңызға сәлем. Және бүгінгі видеода менің туған күніме берген сыйлықтар деген видео болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып ұмытпаңыздар. Ал енді біз сыйлық алайық. Бұл осындай фаберлик пакеті, өте ерекше пакеттің өзі де. Және бұл жақта осындай бальзам для волос, иісі өте керемет, маған қатты ұнады. Және де мен оны алдыңғы видеода өздеріңіз көргендей мен қолданған болатынмын. Және де ода осындай иіссу болды. Мен қазір оны ашқан болатынмын. Әрине де сыйлық ашып көрдім. Міне, осындай өте керемет иіссу, қызыл түсті. Қызғылт түсті. Маған екеуінде қолданатын боламын деп екінші сыйлыққа кеттік. Достар, бізде екінші сыйлық ол осындай стакан болды. Бұл стакан өте, міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, өте осындай құлпынаймен және көк түсті узорлармен, қасығымен өте жақсы. Кофе ыдысы, міне, кофе жазылып тұр. Өте керемет ыдыс, маған қатты ұнады. Келесі сыйлыққа плюс менде қазақстанский шоколад болатын, бірақ та мен оны жеп қойдым. Оның коробкасы осындай, өте әдемі розовый түсті, өте қатты жақсы көремін. Бұл жақта ең алдымен осындай шампунь, чистая линия шампуня. Плюс бұл жақта осындай майлық, сүлгілер, және чистая линия кремі, және спонж болды. Бұл спонж маған қатты ұнайды, шыны керек. Мен бұны аштым, бірақ та әлі қолданған жоқпын, видео үшін күттім. Өте менің ойымша өте керемет сыйлық. Келесі сыйлыққа көшейік. Бізде келесі сыйлық осындай кішігірім пакетте, бірақ та ол жақта Nivea шампуні, шашқа арналған, өте керемет, иісі прям күшті екен, бірақ өзім әлі қолданбадым. Және бұл жақта осындай Nivea кремі, жаңа түрі. Қатты ұнайды маған, және де бұны әлі қолданған жоқпын. Және келесі сыйлыққа кетейік. Және де бізде келесі сыйлық осындай пакетте, және бұл пакетте осындай бетке бір жағынандай, в общем, мен интернеттен көрген болатын, маған қатты ұнайды. Бетімді жуғанда, умывашкалар қолданғанда осыны қолданатын болам, маған қатты ұнады. Сол үшін де рахмет тағы да барлық сыйлыққа. Және де бұл жақта вазелин. Бұл вазелин маған қатты ұнайды, шыны керек, ерім құраған кезде мен осыны қолданатын боламын. Және келесі бізде чистая линия кремі. Бұл для лица, бағанағы сияқты ұқсайды екеуі. Мен де екеуі негізі бірге де ойлап қалған болатынмын. Және достар, бізде келесі сыйлыққа көшейік. Достар, бізде келесі сыйлық ол осында менде өте әдемі осындай көйлек. Бұл көйлектің ұнаған жерлері мына жақтары сары және де өте әдемі. Қарап тұрсаңыздар, түстері өте прям керемет, жаздық стильде. Көктемде, жазда күн ысығанда киюге болады. Өте әдемі, міне этикеткасы.